Сәлем құрметті жазушыларым, біздің каналға қош келдіңіз. Жаңа бейнелер туралы бірінші болып білу үшін арнамызға жазылуды, бейнелерімізді бөлісуді және хабарландыруларды басуды ұмытпаңыз. Яман Әли ағаларының бұл әрекетінен кейін қатты ашуланып, үйден шығып кетеді. Алайда Рүяның үйінің жанынан өтіп бара жатып, біраз нәрселерді есіне түсіріп жақындайды. Ол өзін қуып келе жатқан лотос гүлінің шыныдағы сурет екенін түсінеді. Ал сол сурет үйдің жертөле терезесінде. Мұны көрген ол бірден үйге кіріп кетеді. Содан кейін ол әр басқан қадамында не болған есіне түсіре бастайды. Кірген кезде ол бала кезінде ұрланған кезде қамап қойған бөлмесін көреді. Осы сәтте ол ұрланған жерді тапқан түсінеді. Осы кезде жертөледегі бөтелкелердің бірі құлап, үйдің ағасы Ілкер дыбысты естіп жертөлеге түседі. Осы кезде Яман тығылып қалады. Ілкер үйдің бұл бөлігіне келгенді ұнатпайды. Өйткені Яманды кішкентай кезінде ұрлап, осында орналастырған да Ілкер еді. Ілкер Яманның келгеніне қатты қобалжыды. Ол бірден телефонын алып, біреуге қоңырау шалады. Ілкердің телефон арқылы біреумен сөйлескенін естіген Яман оның соңынан ереді. Әңгімелесулерден кейін Яманды бала кезінде ұрлап кеткен адамның да сойсалаң екені анық байқалады. Бұл жағдайды Шебнем де біледі. Сол түні естіген сөзінен кейін Яман анасын, әкесі мен атасын күдіктене бастайды. Ол енді отбасымен бір үйде тұрғысы келмейді. Сосын Аси мен Жесурға барады. Алайда ағалары теледидардан мәлімдеме жасап жатқанда ол таңертең ерте тұрып үйіне қайтады. Ол ағаларымен бірге теледидар арқылы мәлімдеме жасайды. Оның түсіндірмесі барымташыларға қорқыныш ұялату. Оның мақсаты ұрлаушыларды табу. Оның елге оралғанына бәрі өте қуанышты. Алайда Аси мен Жесур теледидарды қосқанда Яманның мәлімдеме жасап жатқанын көріп қатты ренжиді. Яманның анасы Неслихан Яманның мәлімдемелеріне қиындық бар екен түсінеді. Түсіндіргеннен кейін Яман Рүяға барады. Шебнем есікті ашады. Бұл кезде Ілкер мен Шебнем қатты қобалжиды. Яман Шебнем мен Ілкерді ұрлауға қатысы бар екенін білді. Сөйтіп олардың үйіне барып, әңгімелесіп, кешкі асқа шақырады. Олар сыртқа шығып, армандарымен қыдыра бастайды. Осы кезде олар Алаз бен Чағлуды кездестіреді. Алаз ағасының үйіне оралумен келісе алмай, әр мүмкіндікте оған қарсы тұрып, бұрынғы өміріне қайта оралуын сұрайды. Сондықтан да әр кездесуде дау болмай қоймайтын. Алаз мен Чағланың соңғы дауларында айтқан сөздерін естігенде Эшреф бейқатты ашуланды. Ол Яман мен Рүяны қыдыруға жібереді. Сосын Алаз бен Чағлуды Яманның ескі үйіне апарады. Аси мен Жесурды осы үйден алып, үйіне апарады. Аси мен Жесур қуанып, мұның бәрін Яман жасады деп қабылдайды. Алаз мен Чағла өздері тұратын үйге онша риза емес. Алаз тамақ ішуге шықса, Жесурды достары оның жолын бөгеп, оның үстіндегі киімін базардан сатып алған алып келтеді. Алаз бұл жағдайға ашуланып тұрса да, қолынан іс келмей тұрып үйіне келеді. Үйге келген соң айқайлайды. Түнде Якубтың адамдары есік қағады. Жесур жұмыс сұрайды. Алаз есікті ашқанда жігіттер Алазды Жесур деп ойлап оған сату үшін есірткі береді. Енді Алаздың қолында тағы бір көзір бар. Ал Аси мен Жесур Яманның үйінде, бассейнде демалып отыр. Олар Яманды өздерімен бірге көргісі келеді. Жесурдың айқайына эмоционалды түрде қаныққан Яман қатты ашуланады. Осыған байланысты Аси мен Жесур қатты ренжіп, түнді ерте аяқтап үйлеріне кетеді. Рия мен сол кезде Яманға келіп қатты ашуланады. Яман Риядан оны ұрланған саябаққа апаруын сұрайды. Олар саябаққа бірге барған кезде Яман оны кім ұрлап кеткенін есіне түсіре алмай қатты ренжиді. Аси мен Жесур үйлеріне қайтады.
таңғажайып түн аяқталады. Сол күні түнде Чесур бұрын кездескен Якуб үйге келіп, жіберілген есірткіні сатқан-сатпағанын сұрайды. Алайда Якубтың адамдары есірткіні Чесурға емес, Алазға берген. Чесур ештеңе білмейді. Алайда Якуб Чесурды тыңдамай, оны көлікке лақтырып жібереді. Чесурды адамдармен бірге алып кетеді. Келесі күні Яман отбасымен бірге кешкі асқа барады. Яманның мақсаты осы дастарханда не болған барлығына көрсету еді. Барлығы тамақ ішуге отырғанда Яман ақырын балалық шағы туралы айта бастайды. Яман бұл оқиғаны айтып жатқанда бәрі мұңайып қобалжиды. Ақыры Яман бала кезінде ұрланған кездегі басынан өткен оқиғаны есіне түсіретінін айтады. Барлығы, әсіресе Ілкер мен Шебнем, қатты қобалжиды. Ал Яман болса, Шебнем мен Ілкерді қатты шошытқан оқиғаның бәрі есіне түскенін айтады. Ары қарай не болғанын білгіңіз келсе, арнама тіркеліңіз.